Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен балды торттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазамыз. Ең алдымен тортымыздың кремін дайындап аламыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамыз бен қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте сүтімізді құямыз. Сүтіміздің температурасы маңызды емес, және де миксердің көмегімен тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызды саламыз. Барлық ұнымызды бірден салмаймыз. Бөліп сала отырып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бұл крем қайнатпалы крем деп аталынады. Дәмі өте ерекше. Біздің массамыз осындай сұйықтықта болуы қажет, және оттың астын баяу қойып, креміміз қоюланғанша араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Осындай жылтыр, әдемі болып шығуы қажет. Келесі кезекте қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін сары майымызға қантымызды, миотымызды салып, оттың астына қоямыз. Сары майымыз бен миотымыз ерігеннен кейін 1 чай ложка содамызды салып, осындай көлемге көтерілгенше оттың астында ұстаймыз. Осындай әдемі аппақ болып көтерілу қажет. Оттың астын өшіріп суытуға жібереміз. Жаңағы біздің массамыз суығанша жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Және жаңағы массамыз суығаннан кейін жұмыртқамыздың үстіне құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегімен араластыра отырып, ұнымызды бөліп саламыз. Өте ерекше, оқтаусыз жасалынатын, оқтаудың қажеті жоқ. Құймалы балды торт деп атасақ болады. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Осындай қою, әдемі, жылтыр, түйіршіксіз масса пайда болуы қажет. Келесі кезекте пергамент қағазына массамызды бөліп құйып шығамыз. Бізде 5 корж болуы қажет. Осылай қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Келесі кезекте табамызға салып, 180 градуста 5-10 минутта пісіп шығады. Міне біздің қамырымыз пісіп шықты. Осындай сарғыш күйге енгенше пісіріп аламыз. Және шетін осылай домалақ етіп кесіп аламыз. Шетіндегі корждары бізге тортымызды әсемдеу үшін қажет болады. Өте дәмді. Менің отбасыма бұл торттың дәмі өте ерекше, қатты ұнады. Сол үшін жиі дайындауға тырысамын. Балаларым да өте қатты жақсы көреді. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Бізде осындай корждар пісіп шығуы қажет. Өте жұмсақ, әдемі. Міне біздің 5 коржымыз пісіп шықты. Келесі кезекте тортымызды жинаймыз. Ол үшін бізге суыған заварной креміміз және корждарымыз керек болады. Міндетті түрде креміміз суы қажет. Осылай 3-4 қасықтан кремімізді салып, корждарымыздың бетіне әдемілеп жағып шығатын боламыз.
осылай бірте-бірте үстіне жинаймыз. Соңғы корждарымызды қойып, осылай кремімізді барлық шетіне жағып шығамыз. Әдемі етіп, тегіс етіп. Міне біз кремдерімізді жағып шықтық. Келесі кезекте жаңағы корждарымызды езіп, блендердің көмегімен тортымызды әсемдеуге кірісеміз. Мен осылай классикалық түрде әсемдедім. Негізі әсемдеу әркімнің өз қалауынша. Мінекей біздің балды тортымыз дайын болды. Осындай әдемі, өте жұмсақ, дастарханның сәнін келтіретін торттардың бірі жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міне осылай тортымызды кесіп көрсетемін сіздерге. Өте нәзік, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.